Кезекті қазақ хандарының бірі Тәуекел хан. Жалпы Тәуекел хан 1583 және 1598 жылдар аралығында қазақ хандығын билеген болатын. Бірақ Тәуекел ханның алдында қазақтың 9-шы ханы бізде Шығай хан болған болатын. Шығай хан 1580-1582 жылдары 2 жыл қазақ хандығын басқарған болатын. 80 жасында таққа отырған қазақтың 9-шы ханы болып есептеледі. 82 жылы Бұхара ханы Абдалла және қазақ ханы осы Шығай және оның баласы Тәуекел екеуі Бұхара ханы Абдалламен қосылып бірге екі жақты соғысты Ташкент билеушісі Баба Сұлтанға қарсы жүргізген болатын. Бұл соғыс Ұлытау жерінде болады. 1582 жылы Баба Сұлтан жеңіліп Дешті Қыпшақ даласына қарай кетіп қалған болатын. Өзбек қазақ әскерлері осы кездегі Баба Сұлтанды Сарысуға, Ұлытауға дейін шегіндірген болатын. Енді 1582 жылдары қайтыс болғаннан кейін Шығай ханнан кейін таққа баласы Тәуекел отырды. Енді Шығай хан туралы қысқаша мәліметтер айта кететін болсақ, Хақназар хан мен оның ұлдарының қайтыс болуынан кейін 1580 жылы Ақсүйектер құрылтайында Жәнібектің немересі 80 жасар Шығай сұлтан хан болып сайланады. Тарихшы Қадырғали Жалайыридің деректерінде Шығай хан туралы толық деректер келтіре отырып, оның батырлығы мен аңыздары қазірге дейін халық жадында сақталған деп жазған болатын. Шығай хан әулетінің өкілдері қазақ даласында 2 ғасырдан астам уақыт билік жүргізген. 1582 жылы Шығай хан қайтыс болғаннан кейін билікті баласы Тәуекел алады. Тәуекелдің билікке келу жылдары. Шығай ханның ұлы Тәуекел қазақ тарихында аса көрнекті қолбасшылардың сонымен қатар хан болып есептеледі. Оның билікке келу жолы шайқастар мен саяси сынақтар арқылы өткен болатын. 1582 жылы Баба Сұлтанға қарсы шайқаста жеңіске жетті. Шайбанилықтар сарайында үлкен құрмет көрді. 1583 жылы қазақ хандығының басшылығын өз қолына алып, жаңа кезеңді бастады. 83 жылдың жаз уақытында Абдаллахтың достығынан күмәнданып, Бұхарадан қазақ даласына қайтқан болатын. Абдаллахтан бөлініп кетуінің бірнеше себептері бар. Оның 3 негізгі себебі болған болатын. Оның біріншісі тәуелсіздік. Тәуекелдің Бұхарадан кетуі саяси қадамдарының бірі ол тәуелсіздік. Абдаллахтың ықпалында қалса, өз халқының тәуелсіз билеушісі бола алмайтын еді. Екіншісі, ортақ жау жойылды. Баба Сұлтанмен соғыс аяқталып, бұхарлықтармен одақтасу қажеттілігі жоғалды. Үшіншісі, жаңа бәсеке. Қазақ сұлтандары Абдаллахты Сырдария қалаларының бәсекелес ретінде көрген болатын. Осы 3 негізгі себеп бойынша Абдаллахтан Тәуекел сұлтанның бөлініп кетуінің себептері. Сыртқы саясатта Тәуекел ханның дипломатиялық жағдайлары. 16 ғасырдың соңында Тәуекел хан көпвекторлы сыртқы саясат жүргізіп, қазақ мемлекетінің ықпалын кеңейткен болатын. Ол біріншісі, әрине, кез келген ханның билеу құрған кезіндегі сыртқы саясаттың негізгі бағыты Сырдария бойындағы қалалар үшін күрес. Стратегиялық маңызы зор Сырдария бойы қалалар үшін Бұхармен күрес жүргізді. Екінші, Сібір хандығы. Көшім ханмен күрес солтүстік шекараны қорғаудың негізгі бағыты болды. Ішкі басқару бойынша ұлдарын қарақалпақтарға, інісін қалмақтарға билеуші етіп тағайындаған болатын. Моғолстан. Қашқардағы моғол мемлекетінің ішкі саясатына Тәуекел хан тікелей ақырындап араласқан болатын. 1594 жылы Мәскеу елшілігі. Бұхармен алдыңғы күрес алдында Тәуекел хан Ресей мемлекетінің қолдауын іздеді. Осы мақсатта 1594 жылы Мәскеуге арнайы елшілікті жіберген болатын. Енді 3 негізгі шарт қойылған болатын. Ол біріншісі тұтқындарды босату, Ораз Мұхаммед сұлтанды тұтқыннан босату туралы өтініш.
бұл біріншісі. Екіншісі, әрине, ол әскери одақ құру, Мәскеу мемлекетімен әскери одақ келісімін жасау және Иран шахымен де келісім жасасу керек болған. Үшіншісі, от қару алу. Бұхармен қарсы соғыс барысында оқ-дәрімен Ресей тарапынан, яғни Мәскеумен елшіліктерді жіберу арқылы өз қазақ хандығына, қазақ халқына от қару мәселесін шешу керек болған. Осы үш негізгі себеп бойынша 1594 жылы Мәскеу елшілікті Тәуекел хан жіберген. Сырдария бойы үшін шешу шайқастар. Ол Сырдария бойындағы күрес үшін жеңістерге жетті. Ташкент, Самарқан арасында бұхарлықтарды ойсырата жеңген болатын. Жаулап алу бойынша Сырдария бойындағы қалалардың Сайрам, Ташкент, Түркістан, Әндіжан, Самарқан қалаларын басып алды. Сырдария бойындағы ең қатты қарсылыққа ұшыралған қала Бұхара қаласы болған болатын. Тәуекел хан Бұхара түбіндегі шайқастардың бірінде ауыр жараланып 1598 жылы Бұхара қаласында қайтыс болған болатын. Тәуекел ханның мұрасы, мұрагері Есім хан Бұхарамен бейбіт келісім жасасып, Ташкент, Сайрам, Түркістан қалаларымен бірнеше қамалды сақтап қалған болатын. Самарқан Бұхар әміріне қайтадан қайтарылып берілген болатын. Абдалла ханның сарай тарихшысы Тәуекел туралы ер жүректігі мен батылдығы және ерлігі жағынан да ол Дешті Қыпшаққа, даңққа бөленді деп деректерде келтіреді. Тәуекел хан талантты қолбасшы, іскер дипломат және батыр жауынгер ретінде, сонымен қатар қазақ хандығындағы 10-шы хан ретінде тарихта қалған болатын. Жалпы Тәуекел хан ел билік құрған кезде көбінесе сыртқы саясатта жаугершілік соғыстарды көптеп жүргізген болатын.